Қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмі өте керемет болып шығатын тұшпараның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы суды құйып аласыздар. Оған бір қасық тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін оған бір жұмыртқа саласыздар және де ұн салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырды илеген уақытта бірден ұнды көп қылдырып салып жіберуге болмайды, өйткені қамырларыңыз тым қатты болып кетеді. Сол үшін де ұнды аз-аздан салып тұрып, қамырдың көлеміне қарай ұнды салып илеу қажет болады. Менің қамырым сұйықтау болып кетті, сол үшін тағы да ұн салып, қайтып бір айналдырып алдым. Енді ғана міне қамырым дайын болды. Қамырларыңыз тым қатты немесе тым жұмсақ болып кетпесін, осындай бір қалыпты қамыр болуы қажет. Енді осы қамырды 20 минутқа тоңазытқышқа қойып қоятын боламыз. Ал өзіміз осы аралықта салмасын дайындап аламыз. Салмасына бізге тартылған ет қажет болады. Оған чеснок немесе пияз қосамыз, тоз бұрыш, дәмдеуіштер қосасыздар және де сұйық май қостым мен. Егер де сіздердің фарштарыңыз майлы болатын болса, онда оған май құюдың қажеті жоқ. Менде бұл жерде тартылған етін майсыз болғаннан кейін мен сұйық май қостым. Мінекей біздің етіміз дайын болды. Осы уақытта пельменге сорпасын дайындап қоямыз алдын ала. Отқа қойып, сорпасы қайнағанша тұшпараларымызды істеп алатын боламыз. Мінекей нанымызды алдық. Осылай нанымызды 3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Енді нанды жайып шығамыз. Нанды жайған уақытта да ұнды қатты көп себудің керегі жоқ. Өйткені қазір қамырларыңыз жайылған уақытта жабыспай қалады бір-біріне. Сол үшін де ұнды аз мөлшерде салу қажет. Осындай қылып жайып аласыздар қамырды. Тым қатты жұқа болып кетпесін. Осылай жайып болғаннан кейін 4 бұрышты қылдырып кесіп шығатын боламыз. Мінекей дәл осылай кесіп алдық. Енді осының барлығына тартылған етімізді салып шығатын боламыз. Етімізді салып болғаннан кейін тура осылай етіп, видеодағындай қылып, пельменімізді жасайтын боламыз. Нанның екі жағын біріктіресіздер де, астын тағы осылай біріктіріп, тұшпараны жасап шығатын боламыз. Мінекей осылай етіп жасасаңыздар, көлемі де әдемі болып шығады, тым үлкен де емес, шағын болып, піскен кезде де әдемі болып шығады. Міне тұшпаралардың барлығы дайын болды. Осы аралықта біздің сорпамыз да қайнап дайын тұр. Енді осыған тұшпараны салып, пісіріп алатын боламыз. Қайнап тұрған сорпамызға саламыз. Одан кейін бір рет араластырып алатын боласыздар. Одан кейін араластырмаймыз. Бетін жауып 4-5 минутқа қатты бір қайнатып аласыздар. Одан артық қайнатудың қажеті жоқ, өйткені ол езіліп кетеді. Сол үшін де егер қатты отта болса, 3-4 минут, баяу отта болса, 4-5 минутта қайнатқан жеткілікті. Мінекей дайын болды тұшпараларымыз. Енді осыны ыдысымызға құйып аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңызда ешқандай да езілмеген, сол күйінде, сол формасында дайын болады. Әбден піскен уақытта бетінен көк пиязды сеуіп жіберсеңіздер, өте керемет болып шығады дәмі. Рецепті өте оңай қыздар, жасап көріңіздер. Рецепт ұнап жатса, маған тіркеліп отырыңыздар.